Сіздер мен оқушылар, өзін өзі тану пәні бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы өзіңе сенім. Сабағымыздың құндылығы қиянат жасамау. Сабақтың қасиеттері әрқашан көмектесу, ешкімді ренжітпеу, адамдарға, жан-жануарларға қамқорлық жасау. Сабақтың мақсаты қиянат жасамау адам өміріндегі маңызды іс екендігі жөнінде түсініктерін кеңейтіп, жақсылық жасаудың құндылық ретіндегі мәнін ұғындыру. Өзін өзі тану пәнінің 5 ережесін еске түсірейік. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Бүгінгі сабақтың дәйек сөзі: өзіне өзі сенген адам қиындықты да, уақытты да жеңе алады. Қанекей балалар, қайталайық. Өзіне өзі сенген адам қиындықты да, уақытты да жеңе алады. Осы дәйек сөздің мағынасын ашу үшін мына сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Өзіне өзі сену дегенді қалай түсінесің? Ондай адамның бойында қандай қасиеттер болады? Балалар, дәйек сөздерді дәптерлерімізге жазып алып, сұрақтарды аудиозапис арқылы маған жіберулеріңізді сұраймын. Келесі бөлім мұғалім сыйы. Бүгінгі тақырыбымыз адамның рухани кемелденуі. Балалар, видеоға назар аударып, мұқият қараймыз. Сәлем Ресей. Мен Ник Вуйчичпін. Мен бақыттымын. Соны сіздер білсеңіздер деймін. Мен бір кісідей өмір сүріп жатырмын. Өмірім мен күлкім сіздерге ешқашан түңілмеуді үйретер деп үміттенемін. Никтен сұхбат алу үшін жарты жылдай күтуге тура келді. Қалай ғана осы жігіт әлемнің мега жұлдызына айналды. Қалайша миллиондаған адам бұдан бақытты болуды үйренгісі келеді. Осындай болып туғанның не жақсылығы бар екенін өзі де бірден түсінбеп еді ғой. 1982 жылы ата-анасы тұңғышын күтіп жүрген. Ультрадыбыспен тексергенде дәрігер дені сау бала келеді деп қуантқан. Бірақ босану кезінде жанында болған әкесі қолы жоқ иықты көрген кезде әйелін шошытып алмас үшін сыртқа жүгіріп шығады. Артынша жылап мейірбикелер мен дәрігер де шығады. Дәрігердің қолында жылап жатқан бала бар еді. Ал бас дәрігер шыққан кезде әкесі барып, баланың қолы жоқ па деп сұрайды. Фукамерия. Ұлыңыз ешқандай медициналық себеп болмаса да қолсыз, аяқсыз туды деп жауап береді. Әкем сабыр етіп, ұлым қайда, көруіме бола ма дейді. Көрсетеді. Әкем анама барады да, ұлымыз өте әдемі екен дейді. Анам, әрине, оған басында өте қиын болды. Әкем қолдау көрсетті. Анам мені ұстай алмады. Емізу қиын болды. 3-4 ай бойы есін жия алмай жүріпті. Қиындықтарды жағдайға қарай шешіп отырады. Никтің сол аяғының орны табан секілді болып біткен. Соның көмегімен жүріп кеткенде дәрігерлер сене алмаған. Ник кәдімгі балалар сияқты болғысы келді. Кез келген көмекті қабылдаудан бас тартты. Ата-анасы оны бір байқап көрмесең, қолыңнан не келетінін білмейсің деп батылдыққа үйретті. Менің бір қора ойыншығым бар. Бірақ қолымда, аяғымда болмағандықтан ол ойыншықты алып ойнай алмаймын. Ник бассейнге секіріп жүзуді, етпетінен скейтке жатып табанмен итеріп сырғанауды үйренді. Қаламды қысып жаза алады, компьютерді меңгерді. Ата-анам әртүрлі құрылғылар ойлап табушы еді. Сусабынды сығу үшін аяқпен басатын үргішім болған. Сонымен шашымды сабындап қабырғаға үйкейтінмін. Сөйтіп өзім жуынатын болдым. Тоқпен істейтін шөткемен тіс жуамын. Адам үшін ең көп шектеу жасайтын сол адамның өзі екенін түсінсек екен деймін. Никтің енді басалып келе жатқан өмірі ерте аяқтала жаздағаны бар. Ақыл кірмеген балалықтың кесірінен мектептегі сыныптастары оны мазақ қылатын болды. Никке ол өте ауыр тиді. Сөйтіп, мортсына жазды. 10 жасымда мен өзіме қол жұмсамақ болдым. Үйдегі ваннаға 50 сантиметрді етіп су құйдым. Сонда мені бір ғана ой тоқтатты. Ата-анам, інім мен қарындасыма қайғы тастап кеткім келмеді. Оларды ондай азапқа қимадым. Баласы аяқ қолсыз туған оңай емес, бірақ ол бала осылайша өліп кетсе одан да қиын. Сол ата-анама деген махаббатым үшін мен өмір сүруге бел байладым. Ал ата-анамды неге сонша жақсы көремін? Өйткені олар да
мені тура солай жақсы көреді. Ол алдында таңдау тұрғанын түсінді. Бұйырмаған нәрсе үшін назалану керек пе, әлде барға шүкір етіп соны қолданып үйрену керек пе? 19 жасында ол қаржылық жоспарлау мамандығы бойынша университетте оқып жүргенде студенттердің алдына шығып сөз сөйлесең деп өтініш жасалды. Сөзі 7 минутқа созылды, бірақ 4-ші минуттан бастап жиналғандар көздеріне жас ала бастады. Ник әр адамның құны бар екені туралы айтып жатқан еді. Бір қыз қолын көтерді де, сені құшақтауыма бола ма деді. Келіп құшақтады да жылап қоя берді. Рахмет, маған ешкім әдемісің, сені жақсы көремін деп айтпаған еді. Өмірімді құтқардың деп жылады. Таңғаларлық жағдай. Осы өмірде басқа адамдарға көмектесуден артық ештеңе жоқ екенін түсіндім. Осы жағдайдан кейін басқа мектептер шақыртып, ардагерлер үйіне барып, қарттарға жігер беріп, түрмелерге кіріп рухтың азаттығы туралы айта бастайды. Сөйтіп, нағыз шешенге айналады. Жылына 250 реттен кездесу өткізетін болды. Апта сайын 300-дей шақыртумен ұсыныс түсіп жатты. Мыңдаған радио, телесұхбаттар, 44 мемлекетті аралады. 7 президентпен кездесіп, 5 парламенттің трибунасында сөз сөйлеген. Өмірден түңілген 5 миллион адаммен тілдесіп, өмірдің мәні бар екенін түсіндірген. Үндістандағы кездесуі адам ең көп жиналған кездесу болып есептеледі. Ол жолы 110 мың адам бір мезгілде Никтің көзіне қарап отырды. Ник ешкімнің қолын ала алмайды, тек құшақтасуға шамасы келеді. Тіпті ол сағатына 1749 адамды қол аяқсыз құшақтап әлемдік рекорд жасаған. Менің атым Ник Вуйчич. Менің өмірім осындай. Ешқашан мойымаңыздар. Балалар, осы оқиға желісі бойынша мына сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Ник Вуйчич өмір сүруге күшті қайдан алды? Никтің ерік күші, шексіз мүмкіндігі қалай көрінді? Адамдар Никті тыңдағанда неден шабыттанады? Никтің тағдырымен таныса отырып, өзіңнің өмірлік қандай ой түйдің? Өзің өмірлік ұраның ретінде қандай сөздерді таңдар едің? Осыны кері байланыс ретінде аудиозаписқа жазып, маған жіберулеріңізді сұраймын. Келесі кезеңіміз шығармашылық жұмыс. Сіздерге берілетін тапсырма 25-ші беттегі бірінші тапсырманы мұқият қарайық. Төмендегі ой тұжырымдарды оқып, дұрыс жауабын таңдап алып дәлелде. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Ойға алғанның бәрін адамның ынта жігерімен жүзеге асыруға болады деген халық даналығын талдау. Сабақты қорыта келе, егер өмірде өзіңе өзің сенімді болғың келсе, өмірмен бетпе-бет кездесуден қорықпа. Үнемі өмір сынағының әр түрінен жасқанып, қашқақтай берсең, кезең-кезең проблема туа береді. Өзіңмен өзің әлектене бересің. Сондықтан өмір қиындығына да қасқайып қарап қабылда. Жеңіл жол іздеме, қиындықпен күрес. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.